Бәріңе сәлем, бүгін мінеке тағы да басқа елдердің YouTube трендтерін қарайтын боламыз. Ендеше бірден видеоға лайк басып, ары қатар келе бер. Мінеке бірінші орында тағы да Россия мен Қазақстанда тұрған Musicality деген зат тұр. Оның астында Minecraft. Minecraft көрсем болды, қонатын болдым. Үшінші орында Morgenstern'ның жаңа әні, клипі Новая волна. Оның астында әрине А4. Тағы да Наш мир не будет прежним, приключения Ауди машина туралы. Одан кейін Vanzai, үлкен баунтиш деген екен. Vanzai'ды мен де бұрындар көретінмін, өте қызықты. Осында ерекше тағамдар істейді. Оның астында тағы да машина туралы, спорткар 90-х. Бұны Россияның трендінен көрген болатынбыз. Одан кейін Дима Масленников, экстремальный отвечай, окей. Негізі Беларусьтің тренді Россияның ұқсайды екен. Сол Россияның трендіне тұрған машина туралы видеолар тұр. Рамиль сон бұл видео тағы да Россияның трендінде тұрған болатын. Енді кто окажется хитрее, бұл шортстың видеосы, алдындағы читайка, холостяк деген астаған тренді. Я себя не знаю, где люди, пушка. Ольга Бузова, Аня Покров, так сильно, тағы да клип. Окей. Негізі бұлай қарасаң Беларусияның YouTube трендінде бәрі бар екен. Шоулар, Майнкрафт, клиптер, челленджтар, машиналар, тағам дайындау, тағы осындай ерекшеліктердің бәрі бар. Украинаның трендінің бірінші орнында тағы да Musicality тұр, одан кейін Россия идет на Киев. Украина мен Россияның арасындағы конфликт туралы видео. Политика десе болатын шығар бұны. Одан кейін вы держите хата сразу двоих по обществу хата на один. Бұл сериал сияқты. Или шоу мекен. Бұл шоу. YouTube шоу. Одан кейін Vanzai, үлкен баунтимен бірге және де А4 тұр. Бағанағы Minecraft, Украинада да бар екен Minecraft, және тура сол видео. Рамильдің жаңа әні, Дима Масленников, футбол, Реал Мадрид, Барселона. Одан кейін тағы да политика, Россия мен Украинаның арасындағы қақтығыс. Оның астында бағанағы Папа на двоих деген шоу. «60 минут по горячим следам» дейді. Бұл не екен? Бұл жаңалықтар сияқты мен өмірше. Россия 24 жаңалықтар қандай да бір. Бағанағы Ауди. Одан кейін интервью. Бірақ бұл жерде басқа адам тұр. Ренатари. Война с Украиной. Тағы да соғыс туралы, конфликт туралы. Morgenstern'ның клипі. Және Орел и Решка. Орел и Решка ешқай елдің трендінде болмаған басқа елдерде. Тағы да конфликт, политика и футбол, машина. Бұлай жалпы Украинаның YouTube трендінде көбінесе Россия мен екеуінің арасында қақтығыс туралы, политика туралы видеолар көп екен. Және тек солар ғана емес, бұл жерде де аралас видеолар бар, шоулар, интервьюлар, көлік туралы, челленджтар, Майнкрафт әрине. Мінеки бұл видео өте қысқа болды. Негізінде мен тағы да Қырғызстан, Өзбекстан, Тәжікстандардың YouTube трендін көрейін деп ойлаған болатынмын. Ол туралы тағы да жеке түсірмекші болғанмын видео. Бірақ олардың YouTube трендіне кіре алмадым өкінішке орай. Ендеше видеоға лайк басуды ұмытпаңдар, және де тіркеліп достарыңмен де бөлісе кетіңдер.